I've been okay, I've been okay, okay, yeah. Жаздың бірінші күні барлығын құттықтаймын және менде көңіл-күй жоқ себебі ұйқым келіп тұр. Олапсы достар, кеттік. Бірінші күн және күшті видеолар түсіретін боламыз және өзіміздің мақсатымыз 3 ай, яғни 90 күнде соны жасайтын боламыз. Олапсы достар, кеттік. Сіздер де 90 күнде не жасайтыныңызды блокнотқа жазыңыздар, сосын оған мән беріп оқып, сосын сонымен жұмыс жасаңыздар. Олапсы достар, кеттік. Right, skinny dipping by the poolside. We know how to have a good time. We're drinking all night in the summer when the air's nice. Every day is a new life. We live it so right. Skinny dipping by the poolside. We just had a sleeping, drinking, smoking on some medicine, and we like to have our bodies leaning towards the feminine. Always rep our city 'cause you know we from the west side. Always keep it filthy 'cause you know we from the best side. Bitches always knocking on my door and yeah, let 'em in, 'cause the ladies know that I'm a motherfucking gentleman. Only worries making music and I let the rest slide. Keep on doing what I love until the day I must die. Late nights, late shows, ladies in the front row. Wanna take her back home, tour bus all alone. Adding me on Snapchat, yeah, kinda like that. Sending me your fine ass, helping with the time pass. Bright lights, face notes, always on the toll road. Back to back we stole shows, this will never get old. All in different time zones, need to pay back my loans, 'cause the girls I buy for always wanna buy more. I've been okay, I've been alright. I've been messing around with this girl for a minute. She just came down in the summer for a visit. We just right now in the moment, so we live it. I've been okay, I've been alright. I've been getting down with this girl for a minute. Moving all around with this girl, gonna miss it. Мен достар, міне қазір үйге де келіп жеттік. Бүгінгі жаздың бірінші күні және де достар, бұл жай ғана видео емес. Бүгін біз Қадіртүннен оралдық және де қалаға бардық. Street Workout планшеткаға сосын достар, бұл видеода мен сіздерге айтатыным, өздеріңіз қолдарыңызға парақ жерде қалам алып, бүгінгі емес, алдағы 90 күн, яғни 89-90 күнде орындайтын жоспарларыңызды және мақсаттарыңызды, армандарыңызды жазыңыздар және де соны орындайсыздар деген үміттемін. Олай болса достар, сіздерге өзімнің 90 күнде жасайтын істерімді көрсетейін. Оның ең маңыздысы күнде сағат 4-те тұру. Себебі достар, мен алдында сағат 4-те және де 8-де тұрдым. Екеуін салыстырсам, мен 8-де тұрған кезде 1-2 істі жасамаймын. Яғни мен күнде таңертең тарих оқыдым ба, 8-де тұрсам, мен оны оқымаймын. Бітті. Сол күні мен тастайды бүкіл. Ал сағат 4-те тұрсам, мен барғанда бірден ойыма тарих кітабын оқы деген. Және достар, мен одан 4 сағат бұрын боламын. Яғни одан дегенде мен өзіме салыстырғанда сағат 4 пен 8-дің ортасында 4 сағат. Және егер сен 4-те тұрсаң, онда сен сағат 10-да жатсаң, сенде 18 сағат уақыт болады. Ал егер сен 6-та жатсаң, 6-та тұрсаң, сағат 10-ға дейін жұмыс жасасаң, онда сенде 2 сағат кеш болады, яғни сенде 16 сағат болады. Сондықтан достар, жұмыс істеуді тоқтатпаңыздар және де өзіңізге жазда жасайтын армандарыңызды қойып, ертең школға, яғни егер сен мектепке барсаң, онда сен бүкілінен мықты болатындай және де сен олардан озып кеткен спорт жағынан болсын, білім жағынан тіл үйрен және де соған жет. Сондықтан достар, өздеріңізге керекті мақсаттарды қойып, алдында өзің мақтан алатындай, яғни өзіңе сенімділік артатындай, мақтанған емес, өзіңе сенімділік артатындай жұмыс жасаңыздар. Олай болса достар, ешқашанда жұмыс жасауды тоқтатпаңыздар. Жазды өте күшті өткізетін боламыз, көтеріңкі көңіл күймен. Олай болса достар, кеттік. Видеом аяқталды.
сау болыңыздар, жұмыс істеуді тоқтатпаңыздар. Make Dream Reality. I'm waking up to ash and dust. I wipe my brow.